бұл Coca-Cola. Бүгінгі біз үшін бұл жай ғана тәтті сусын, бірақ біздің миымыз үшін бұл сирек кездесетін қазына. Оңай әрі жылдам энергия. Қазір іш, қазір ал, кейін табылмауы мүмкін деген белгі. Себебі біздің миымыз аштық, қауіп, тапшылық, қозғалыс және тірі қалу үшін қалыптасты. Homo sapiens шамамен 200 мың жыл бұрын пайда болды. Енді ойлап көріңіз, осы 200 мың жылда адамның өмір салты қаншалықты өзгерді? Тіпті 200 мың жыл емес, соңғы 200 жылдың өзінде өнеркәсіптік революциядан бері біздің тұрмысымыз адам танымастай өзгерді. Coca-Cola, смартфон, лифт, офис, түнгі жарық, жеткізу қызметі. Мұның бәрі эволюция үшін кеше ғана пайда болған нәрселер. Әлем өзгерді, өте тез өзгерді, бірақ біздің миымыз бен денеміз бұл жылдамдыққа дайын емес болып шықты. Ғылымда бұл құбылысты evolutionary mismatch деп атайды. Қазақша айтқанда эволюциялық сәйкессіздік. Ал бүгінгі видеода біз бір сұраққа жауап іздейміз. Қалай біздің тас дәуірінің миымен заманауи әлемде өмір сүріп келе жатырмыз. Бұл эпизодта біз қазіргі адамның ең үлкен парадоксын көреміз. Неге тәттіге қарсы тұру қиын? Неге денеміз қозғалысты сұрайды, ал бірақ миымыз диванды таңдайды? Қалай түнде телефон ұйқымызды ұрлайды? Неге физикалық жүктемеліктің аздығынан біздің сүйектеріміз арықтайды? Неге қазіргі адамның өміріне қауіп төніп тұрмаса да, миы әлі де тірі қалу режимінде жұмыс істейді? Тас дәуірінде қалыптасқан ми мен 21 ғасырдағы әлемнің қақтығысы. Биологияда evolutionary mismatch, яғни эволюциялық сәйкессіздік деген ұғым бар. Қарапайым тілмен айтқанда бұл біздің миымыз бен ағзамыз бір ортада қалыптасып, ал қазір мүлдем басқа ортада өмір сүріп жатқан жағдай. Біздің денеміз бен миымыз жүздеген мың жыл бойы аштық, қауіп, қараңғылық, суық, қозғалыс және шағын топтардағы өмір жағдайында қалыптасты. Ал қазір біз мүлде басқа әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сырттай қарасақ, біз 21 ғасырдың адамымыз, бірақ ішімізде әлі де аштықтан, қауіптен, қараңғылықтан, қозғалыстан және де топтан бөлініп қалудан қорқатын ежелгі ми жұмыс істеп тұр. Мәселе дәл осы жерде басталады. Біздің ортамыз өте тез өзгерді, ал ағзамыз оған сол жылдамдықпен бейімделіп үлгерген жоқ. Эволюциялық сәйкессіздіктің ең түсінікті мысалы қазіргі тағам. Бұрын тәтті әрі калориясы жоғары тағам өте сирек кездесетін, ал бүгінде 24/7 қолжетімді. Біздің ежелгі ми шоколадты, тортты немесе Coca-Cola'ны зиян нәрсе деп көрмейді. Ол үшін бұл жылдам энергия алуға берілген мүмкіндік. 200 мың жыл бұрын тәтті деген өте сирек мүмкіндік еді. Мысалы, піскен жеміс, жидек немесе жабайы араның балы. Оны тапсаң, бұл жай ғана дәмді нәрсе емес. Бұл энергия, бұл тірі қалуға көмектесетін ресурс. Сондықтан миымыз мұндай сигналды өте жақсы есте сақтап қалды. Тәтті жақсы, майлы жақсы, калориялы тіпті жақсы. Яғни бұл жай ғана тамақ емес, бұл миға арналған өте күшті стимул. Біздің миымыз шоколадты, тортты немесе Coca-Cola'ны зиянды әдет деп көрмейді. Ол оны тез энергия, сирек мүмкіндік, сыйақы ретінде көреді. Яғни ми былай ойлайды. Қазір же кейін табылмауы мүмкін. Бірақ мәселе дәл осы жерде басталады. Кейін табылмауы мүмкін деген ескі бағдарлама біздің миымызда әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Ал айналамыздағы тамақ ешқайда да жоғалып кеткен жоқ. Миымыз тас дәуіріндегі тапшылыққа дайындалған, ал біз молшылықтың ортасында өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан кейде мәселе тек ерік жігерім әлсіз дегендей емес. Мәселе мынада. Қазіргі тағам біздің ежелгі миымыздың ең сезімтал батырмаларын басады. Ал дофамин жүйесі бұның бәріне тағы бір жытым, тағы бір тілім деп жауап береді. Дофаминді тек ләззат гормоны деп түсіну дұрыс емес. Ол көбіне мотивация және сыйақы гормоны. Қызыл бөтелке, логотип, қақпақ ашылғандағы дыбыс, көпіршіктер, суық бөтелкенің көрінісі. Сонымен қатар жалпы жарнама және маркетинг біздің өмірімізді билейді. Бұл туралы келесі видео эсселерімді міндетті түрде айтамын. Сондықтан жоғалтып алмас үшін арнаға жазылып қойыңыз. Біз дүкен сөресінің алдында тұрып, жай ғана таңдап тұрмын деп ойлаймыз. Бірақ сол сәтте біздің миымызда жүздеген мың жыл бұрын қалыптасқан механизмдер жұмыс істеп жатыр. Міне дәл осы себептен тәттіге қарсы тұру қиын. Өйткені сен тек шоколадпен күресіп тұрған жоқсың. Сен өз миыңның өте көне, өте күшті тірі қалуға арналған бағдарламасымен бет-бе-бет келіп тұрсың.
Бірақ бұл адам әлсіз деген сөз емес. Бұл қазіргі орта өте күшті деген сөз. Супермаркет біздің ежелгі миымыз үшін жай ғана дүкен емес, бұл шексіз энергияға толы қазына бөлмесі. Ал миымыз әлі де сол ескі сұрақпен өмір сүреді. Қазір же, ертең болмауы мүмкін. Енді қозғалысқа келейік. Бүгінгі біз қозғалысты көбіне спорт деп қабылдаймыз. Яғни ол спорт залға бару, жүгіру, секіру, жаттығу жасау, 10 000 қадам санау, фитнес білезік тағу, обожаю плавать. Бірақ бұрын адам қане бүгін денсаулығым үшін 10 000 қадам жүріп келейін деп қозғалмайтын. Ол аман қалу үшін қозғалатын. Қозғалыс спорт емес еді, қозғалыс өмірдің өзі еді. Аграрлық революцияға дейін, яғни адам тағамды өзі өндірмей тұрған кезде, адамдар аңшылық пен терімшілік арқылы күн көретін. Тамақ табу үшін жүру керек болды, қозғалу керек болды, кейде ұзақ уақыттарға жүру керек болды. Яғни тағамды жеу үшін көп механикалық жұмыс қажет еді. Яғни біздің денеміз орындықта 8 сағат тапжылмай отыру үшін емес, қозғалу үшін қалыптасты. Ал енді қазіргі өмірге қараңыз. Таңертең оянамыз, автобусқа немесе көлікке отырамыз, жұмысқа барамыз, 8-9 сағат бойы орындықта тапжылмай отырамыз. Лифтпен немесе эскалатормен көтерілеміз. Сосын кешке үйге келеміз. Диванға жайғасамыз, Netflix немесе YouTube-ты қосып қоямыз. Сосын кейін ыңғайлы жылы төсегімізге барып, жатып қаламыз. Сонымен бір күніміз өтті, бірақ дене не істеді? Көп жағдайда жай ғана отырды. Міне, эволюциялық сәйкессіздік деген осы. Біздің денеміз қозғалысқа бейімделген, ал қазіргі әлем қозғалысты күнделікті өмірден мүлдем алып тастады. Тіпті медицинада қозғалыстың жеткіліксіздігін сипаттайтын термин бар, ол гиподинамия. Бұл жерде адам жалқау болып кетті дегендей емес, мәселе мынада. Қазіргі жайлылық біздің денемізге керек қозғалысты күнделікті өмірден алып тастады. Бірақ осы ыңғайлықтардың барлығы денеге бір белгі береді. Қозғалмай-ақ қой, энергияны сақта. Ал біздің ежелгі миымыз бұл белгіні жақсы көреді. Себебі бұрын энергияны сақтау өте маңызды болатын. Артық қозғалу, артық калорияны жоғалту деген сөз. Ал калория әрдайым қолжетімді болған жоқ. Ежелгі адам аңшылыққа шыққанда ол міндетті түрде аң аулап алады деген 100% кепілдік әрине болған жоқ. Сондықтан миымыз бізді үнемдеуге итермелейді. Ал қазір энергияны үнемдеу кейде еріншектік сияқты көрінеді. Бірақ қазіргі әлемде мәселе энергия тапшылығында емес. Қазіргі әлемде мәселе қозғалыс тапшылығында. Бізде калория тым көп, ал қозғалыс тым аз. Парадокс дәл осы жерде. Біздің денеміз тас дәуірінің белсенді өміріне арналған, ал біз оны күні бойы орындықта ұстаймыз. Бір медициналық мысал келтірейін. Интернатура кезінде мен травматология бөлімшесінде медбрат болып жұмыс істейтінмін. Сол кезде сан сүйегінің мойыны сынған егде жастағы кісілер ең көп пациенттер еді. Сонда мен ойлайтынмын, бұл диагнозбен науқастардың көп болуы таңғаларлық жағдай емес деп. Себебі егде жастағы қария кісілерде сүйек кемігі қарапайым қарттық процестерден азайып кетеді деп ойлайтынмын. Бірақ бұл жерде кішкене қателестім. Ағза әрдайым энергияны және ресурстарды үнемдеуге тырысады. Кейде бұл механизм абсурдқа дейін де барады. Мысалы, ағза энергия қатты жетіспей жатқан кезде ең көп энергияны жұмсап жатқан органды өшіріп тастайды. Бірақ ең қызығы ол мидың өзі. Сондықтан адамдар өте ауыр жағдайда кейде кенеттен есінен танып жатады. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, егер ми энергия жетіспеген жағдайда тіпті өзін өзі өшіріп тастауға дайын болса, денеге физикалық жүктеме түспейтін болса, бұлшықет пен сүйектің кемігін мүлдем мейірім шапағатсыз өшіріп тастауға тырысады. Сүйек қатып қалған бетон емес, сүйек те тірі тін, ол үнемі жаңарып отырады. Сонымен бағанағы диагнозға келейік. Егде кісілерде физикалық жүктіліктің аздығынан сүйек кемігі де азая бастайды. Былайша айтқанда, физикалық жүктеменің жоқтығынан сүйегіңіз арықтайды. Міне дәл осы себептен ауыр физикалық жүктеме тек әдемі бұлшықеттер үшін ғана емес, мықты сүйектер үшін де қажет. Қозғалу мен күштік жүктемелер ағзаға бұлшықет керек, сүйек керек деген сигналдарды беріп отырады. Сондықтан күштік жаттығулар
әсіресе 30 жастан асқаннан кезде бұл тек дене эстетикасы емес, бұл ұзақ және сапалы өмірдің бір бөлігі. Ал деніңіз сау және де керемет эстетикалы болса десеңіз, Алматыдағы ең үздік фитнес-клубтар және де тренажер залдары желісі Invictus'тан тиімді бағамен абонементтер сатып ала алсаңыз болады. Сонымен қатар тек әйелдерге арналған залдар да бар. Ол аз болса, Invictus 10 жылдығына орай көптеген жеңілдіктер қарастыруда. Толық ақпаратты алу үшін видео астындағы сілтеме арқылы өтіңіз. Бұл Эрлинг Браут Халанд, футболдың ең танымал шабуылшыларының бірі. Ол бір интервьюде тек жаттығуына немесе тамағына ғана емес, ұйқысына да ерекше мән беретінін айтқан. Кей сұхбаттарында ол ұйқыға бірнеше сағат қалған кезде экран жарығын азайтатынын және де көк жарықты бөгейтін көзілдірік тағатынын айтқан. Себебі жарық, әсіресе кешкі жарық, түнгі жарық миға күн әлі батқан жоқ деген сигнал береді. Ал бұл мелатониннің бөлінуіне әсер етеді. Ал мелатонин болса, ағзаның ұйқыға дайындалуына көмектесетін маңызды гормон. Кәсіби футболшы ұйқыға сонша мән берсе, біз ше? Түнгі 2:30-да телефонды ұстап, екі жігіттің күрекпен зәулім сарай салып жатқанын көріп жатамыз. 100 мыңдаған жыл бойы түн деген тотальды қараңғылық еді. Түнде жарықтың табиғи көзі болмайтын. Әрине, адамда от болды, бірақ оттың жарығы қазіргі LED шам, смартфон немесе ноутбуктың экраны сияқты емес. Біз қараңғылықты жеңдік, бірақ сол арқылы өзіміздің биологиялық сағаттарымызды да шатастырып алдық. Себебі ми үшін жарық жай ғана жарық емес, жарық уақыттың белгісі. Күндіз жарық көп болса, миымыз ояу бол, қимылда, жұмысте, тірі қал деген режимге өтеді. Ал кешке жарық азайған кезде енді тыныштал, ұйқыға дайындал, энергияны үнемде деген режимге өтеді. Бірақ мәселе тек жарықта ғана емес. Себебі біз жай ғана экранның аппақ жарығына қарап отырған жоқпыз ғой. Біздің миымызға контент құйылып жатыр. Видео, жаңалық, қысқа ролик, әлеуметтік желі, хабарлама, тағы бір видео, тағы бір ой, тағы бір видео. Миымыздың ұйқысы келсе де, ақпарат өндіруді жалғастыра береді. Дененің ұйықтағысы келеді, ал ми әлі де контент қорытып жатыр. Міне, эволюциялық сәйкессіздіктің тағы да бір мысалы осы. Біздің ұйқы жүйеміз табиғи жарық пен қараңғылыққа бейімделген. Ал қазіргі әлемде біз өз қалтамызда жасанды күн сәулесін алып жүрміз. Стресс те эволюциялық сәйкессіздікке ұшырады. Бұрын стресс нақты қауіпке ғана жауап беретін. Қараңғыда бір дыбыстың естілуі, жыртқыштың көрінуі, бейтаныс адам алдыңнан шығуы деген сияқты. Бұрын стресс көбіне қысқа болатын. Мысалы, сіз 200 мың жыл бұрын жидек теруге шықтық делік. Алыстан жыртқышты көрдіңіз. Денеңіз бірден дайындық режиміне өтті. Сіз не қаштыңыз, не жем болдыңыз. Қалай болғанда да жағдай аяқталды. Қауіп өтті. Дене қайтадан тынышталды. Ал қазірше, бүгін қалалық өмірімізде жыртқыштардан қауіп төнбейді. Австралияда тұрмасаңыз әрине. Қалай дегенмен де стресстің түрлері көбейді. WhatsApp'та бастықтан хат келді. Жұмыста дедлайн, оқуда тапсырма. Кредитті 13 күні 18:00-ге дейін төлеңіз деген хабарлама келді. Жаңалықтарда қорқынышты ақпарат, біреу суретіңізге хейт жазды. Сырттай қарасаң, ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Адам жай ғана төсекте жатыр, немесе отыр. Қолында телефон, өміріне тікелей қауіп төніп тұрған жоқ. Сондықтан қазіргі стресс көбіне көп көзге көрінбейді. Бұрын стресс жүйесі қысқа қауіпке арналған еді. Ал қазіргі әлем бізге ұзақ, үздіксіз, перманентті, фондық стрессті береді. Бірақ осы жерде бір нәрсені анық айтып кеткім керек. Менің бұл видео эссені жасау себебім бұрын бәрі жақсы еді, қазір бәрі жаман деген ой емес. Жоқ, тас дәуірін романтизациялауда менің мақсатым болған жоқ. Себебі тас дәуірінде адамның өмірі бал болған жоқ. Адамдар аштық көрді, суыққа төнді, жарақат алды, инфекциядан қайтыс болды, паразиттермен ауырды. Сондықтан табиғи өмір деген сөз әрдайымда денсаулыққа пайдалы өмір деген сөз емес. Табиғат әр қашанда мейірімді емес. Кейде табиғат өте қатал. Ал қазіргі цивилизация адамға
орасан көп нәрсе берді. Таза су, гигиена, жылы үй, медицина, антибиотиктер, вакциналар, операциялар, қауіпсіз босану, балалардың аман қалу мүмкіндігі, ұзақ өмір. Яғни мәселе цивилизацияның жаман болғанда емес, керісінше цивилизация бізді көп нәрседен амандық сақтады. Мәселе басқа жерде. Цивилизация тым тез өзгерді, әсіресе өнеркәсіптік революциядан кейін. Сондықтан бұл видеоэссенің негізгі ойы қазіргі өмірден қашу емес, заманауи ыңғайлықтардан бас тартуда емес. Кока-коладан, телефоннан, лифттен, эскалатордан, супермаркеттен бас тартып, үңгірге барып қайттан оралудың қажеті жоқ. Мәселе басқа жерде. Біздің миымыз бен денеміз бір әлемде қалыптасты, ал біз қазір мүлде басқа әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан ең маңыздысы өзіңді кінәлау емес, өзіңді түсіну. Бізге үңгірге қайтудың қажеті жоқ. Бізге өз ағзамыздың қалай жұмыс істейтінін түсіну қажет. Миымыз дайын емес, бірақ біз дайын бола аламыз. Қазақ тіліндегі ғылыми танымдық шоуды соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Қазақша контент жасасын.